Біз тағдырымызға разы болуымыз керек. Әрекет жасаймыз, себебін жасаймыз. Бірақ сол жағдайымызға разы болайық. Алхамдулилля. Шүкір. Уақытша өмір. Ақырет мәңгі. Біреуден ілгері, біреуден кейін әтір. Әрқайсымыз жағдайымыз әртүрлі. Біреудің байлығы болса да, зато сенде денсаулығың бар. Сенде тағы бірдеңе болмаса, екінші жағдайың бар. Осылай ғой. Осылай. Алла Тағала бір адамға үйіп төгіп ішінесе бермейді. Әркімге кішкене бірдеңе беріп қойған. Біреудің денсаулығы бар, біреудің байлығы бар, біреудің тағы бір мүмкіншілігі бар, біреудің тағы көке жәкесі бар, біреудің көрші жақсы, біреудің әкесі жақсы, біреудің қатыны жақсы, біреудің баласын жақсы қылып береді. Әртүрлі. Яғни әркімге Алла Тағала жаңағыдай күйіп кететіндей түк жоқ та ешкімде. Мына жағың болмаса, мына жағың бар ғой сен. Сенде мынау нәрсе анада жоқ бірақ. Деген сияқты бүйтіп қарасаң, өміріңе не боласың, риза боласың. Аллаға шүкір етің ғой деп. Біз тағдырымызға разы болуымыз керек. Әрекет жасаймыз, себебін жасаймыз. Бірақ сол жағдайымызға разы болайық. Алхамдулилля. Шүкір. Уақытша өмір. Ақырет мәңгі. Біреуден ілгері, біреуден кейін әтір. Әрқайсымыз жағдайымыз әртүрлі. Біреудің байлығы болса да, зато сенде денсаулығың бар. Сенде тағы бірдеңе болмаса, екінші жағдайың бар. Осылай ғой. Осылай. Алла Тағала бір адамға үйіп төгіп ішінесе бермейді. Әркімге кішкене бірдеңе беріп қойған. Біреудің денсаулығы бар, біреудің байлығы бар, біреудің тағы бір мүмкіншілігі бар, біреудің тағы көке жәкесі бар, біреудің көрші жақсы, біреудің әкесі жақсы, біреудің қатыны жақсы, біреудің баласын жақсы қылып береді. Әртүрлі. Яғни әркімге Алла Тағала жаңағыдай күйіп кететіндей түк жоқ та ешкімде. Мына жағың болмаса, мына жағың бар ғой сен. Сенде мынау нәрсе анада жоқ бірақ. Деген сияқты бүйтіп қарасаң, өміріңе не боласың, риза боласың. Аллаға шүкір етің ғой деп.